Саламатсыз көрермен, өт шаятын шайды білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеом қанды сауықтырудың халықтық емі туралы болмақ. Видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Алдыңғы видеомда каналымда көрерменнің пайыздық өлшемімен көруін айтқан болатынмын. Каналымдағы қаралымды алғашқы ондықты өз елім бастап тұр. Және әйел адамдар 67,6, ер адамдар 32,4%-ын көреді екен. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет айтамын. Кейде майлы тамақтан кішкене ғана ауыз тисең, оң жағыңда ауырлық пайда болып, жегенің қорытылмағандай күй кешесің. Мұндай жағдай сізге таныс па? Бұл өт қалтасының толғанын немесе өттің қоюланғанын білдіреді. Өт толуының негізгі белгілері мынандай: ағзаға түскен физикалық күштен кейін оң жақ бүйірдің шаншып, тартып ауруы, оң жақ бүйірдегі жайсыздық, бірдеңе бөгет жасап басып тұрғандай сезім, еңкейгенде, бұрылғанда оң жақтың ауырсынуы, ыңғайсыз қалыпта ұзақ отырғаннан оң қолдың ұюы, оң жақ жауырынның ауыруы, ауыздың кебуі немесе ащы дәм сезіну, тері түсінің бозаруы. Өт жұмысындағы мұндай қалыпсыздықтар ас қорыту процесінің бұзылуына әкеледі. Зат алмасудағы ауытқулар, авитаминоз, остеопороз, өтке тас жиналу, холецистит те осы өттегі қалыпсыздықтан бастау алады. Мұны елеусіз қалдыруға болмайды. Өт қоюлануының соңы бауыр циррозы, қант диабеті сынды ауыр жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ертерек ем жасаған жөн. Әрине, дәрігер кеңесінің жөні бөлек. Өт шаятын шайлар жайлы да біле жүргейсіз. Жүгері шашағы: тұнба дайындау үшін термосқа жарты литр қайнаған су құйып, оған 3 шай қасық жүгері шашағын салады. Жарты сағат тұндыру керек. Дайын болған тұнбаға бірдей пропорцияда қайнаған су құйып, тамақтан 30 минут бұрын 1 стаканнан ішеді. Қызылша шырыны: қызылшаны шалап піскенше суға қайнатып алыңыз, сосын үккіштен өткізіп дәкеге салып, шырынын сығып алады. Емдік мақсатта шырынды күніне 4-5 рет астан бұрын 2 ас қасық мөлшерінде қабылдайды. Жалбыз жапырағы: өт қызметін қалыпқа келтіруде жалбыз жапырағынан дайындалған шайдың көмегі күшті. Ол жүрек айнуымен оң жақ бүйірдегі ауырлықты да жояды. Жапырақтарды суға салып қайнатып, дайын болған шайды күніне 2 стаканнан қант қоспай ішу керек. Бақбақ тұнбасы: кептірілген бақбақ гүлін майдалап турап, баяу отта 20 минут қайнатады. Оны жылы күйінде күніне 3 рет жарты стаканнан ішеді. Алма шырыны: жасыл сұрыпты алмадан дайындалған табиғи химикатсыз шырынды 1 ай бойы үзіліссіз күніне 3 рет жарты стаканнан ішу керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.